блогер болса болып кетсін. Бірақ эфирге басқа қызбен кірмесін, менде келіп кетер пайда жоқ, жұмысым да жоқ ол Абылайда. Прямой эфирге бір қызбен кіргеннен кейін, болмаса басқа бір баламен кірсе де, мен туралы әңгіме айтудың қажеті жоқ. Менің жүрген жолымен жүріп көрсін бірінші адамдар, одан кейін әңгіме айтады. Бірақ мен көпті көргем, ойбай мінекей жасап тастағам деп айта алмаймын. Бірақ мен де өмірде көп қиыншылықтарды көріп өстім. Адам қиыншылық көрмей еш нәрсеге көз жетпейді. Күліп мысқылдап отырған кейін не дейсіздер оған? Сонымен мысалы 1,5 ай, 2 айдай бір шаңырақта тұрдым, бірге нан бөлісіп жедім, тамақтарымды істеп, әйтеуір ас үстіне түстім. Мен мысалы Абылай туралы менде де көп айтатын сөздер көп, бірақ мен айтпаймын, олардың дәрежесіне түспеймін. Сол үшін әркім өзіне жауап беру керек. Мен бүгін үлгере алмай қалдым. Ертең Құдай қаласа күн таң атса барам. Мен ешкім жоқ деп ойлап қалма. Менде Құдайға шүкір барлығы бар. Айтамын, мен де айтам. Абылай жайлы айтамын. Бірақ Абылай сияқты қыз басымен еркек болып қалу керек өмірде, достар. Еркексің ба, мес болма, өсек айтпа. Еркексің ба, еркектік тірліктеріңіз жасап жүрміз, өтініш. Мен салмас едім, әдейі салдым, көрсін. Кім таниды Дамираны, көрсін. Салдым, немеге салмайды екем. Мен солай біреу сыртынан әңгіме ғайбат айтып жатса, даттап жатса. Мақыл ғой кемпір деген былай тұрсын, мақыл. Жоқ, мұсадан шығар, мұсаға қысап туылатын шығар деп. Не, мені келіп тексеріп көрді ма? Екі қабат емес екенін келіп тексеріп көрді ма? Келсін, көз алдыма келсін, тексерсін, сосын айтады. Дамира деген білмеймін, Абылай Шымкентке сол Дамира үшін барған екен. Шымкентке бір күнге Дамирамен жолыққан, кішкентай қызына кәдімгідей өзінің баласы қызы ұқсатып қараған. Мысалы менің бала шағама неге өйтіп қарамады, мысалы. Сол кемпірге жеткізсін бізді Құдай. Ешкімнің аузына қақпақ бола алмаймын. Бірақ айтатыным бірақ сөз еркек болып қалу керек. Бірақ кешке мен Дамирамен сөйлесемін. Қазір менеджерім жазды. Дамирамен сөйлесем. Дамирамен видеоны өшірген дейді. Екеуі ұрысып қалған ғой, сөзге келіспей қалған. Басында ойлану керек еді, дұрыс па, бұл істеп атқанымыз дұрыс емес па деп. Барлығын ойлану керек. Негізі адам істейтін нәрсесін басында ойланып барып істеу керек қой. Мен де мақыл асық-сық жасап үйленіп болған шығармын, ойланбай тиіп болған шығармын байға, бірақ ажырасқаныма өкінбеймін. Үлкен сабақ болды маған. Әрине қыз бен жігіттің арасында дос болмайды. Сіздер ойлаңыздаршы, қалай ойлайсыздар, мысалы, сізді біреу даттап жатса, сіз жоқсыз, көзіңіз жоқ ол жерде. Сіз туралы әңгіме айтып жатса, сіз не істейсіз? Мен ешкімді кінәлап жатқан жоқпын. Мен асық-сық шешім қабылдап тұрмысқа шықтым. Дәден оқып айтқан сияқты, мысалы, туралы айтқан естіп, қаным басыма шықты. Менің аяғым ауыр емес, аяғым ауыр емес. Мұса досым, әрі інім, менің інім.
өзін жаңағыдай несінен шығарып алсын да, мұрындарын боқтан шығарып алсын, сосын кейін барып әңгіме айтады. Мен ешкімге ешнәрсе деген жоқпын. Бірақ мен кешке Дамирамен сөйлесетін болам. Бірақ екеуі ұрысып қалған сияқты ма, сондай сөйлеспей қойған ба Дамирамен кім Абылай екеуі. Менен де кінә бар. Я мен жерде тұрмысқа шығып қойдым. Менен кінә болғанда айтайын десем, қойшы, айтпай қойын. Абылай о бастан Набабет көрмек. Балаңыздың қызығын көріңіз. Рахмет, үлкен рахмет. Көп уайымдай бермеңіз. Уайымдап кетсем, көп уайымдап кеттім. Құрттым, тамақ батпайды. Только құртпен Дейзи, Горилла сондай энергетик іше беремін да. Мен қазір үйде бір өзім бала-шағамды көрген кезде қуанып мәз болып қаламын. Бірақ енді мен бұлай жай қалдырмаймын бұлай. Мен өзімнің өмірімді сүріп жатырмын ғой. Мен Абылайдан келіп ақша сұрап жатқан жоқпын. Абылайға барып ойбай деп мен көшеде жатқан жоқпын. Бала-шағамды асырай алмай нан сұрап жатқан жоқпын көшеден, жұрттардан. Абылайды не үшін қосам? Енді бұлай тіріліп, енді жұмыс жасап, барлығын жасатқанда осындай артынан өсек айтып, аяғыңнан салатын адамдар көбейеді. Мен ешкім үшін өмір сүріп жатқан жоқпын. Сіздердің қолдауларыңызға көп рахмет. Бірақтан да жаман жаныма батқаны қанша 2 ай болса да бірге тұрдым. Нанын барлығын, тамағын жасап, жағдайларын жасадым. Сонда істегені маған осыма. Бір қыз үшін мақұл ажырасқаннан кейін қандай қызбен таныса берсін, барып неге маған десіне алып үйленіп кетпейді сол қызға. Үйленсін, бірақ мені жайма қалдырмай ма, жайма қалдыр деп те жазып жатырмын. Бақтаңызға рахмет. Маған қазір ақталып, олардың ондай болған жоқ, кешір, мұндай болған жоқ деген сөздер өтпейді. Мен де қазір ашулы болып отырмын. Ашу үстіндем. Мен жаздым прокуратураға, іздеп тауып алдым номерлерін. Бірақ мен ертең Алатауский районның прокуратурасына барып арыз жазатын болам. Көрсін кімнің кім екенін. Ол болсын деген кемпір арыз жазады ертең. Көңіліңе алмайым деймін ғой, бірақ салдым бүгін. Ютубқа да шығып кеткен ғой, мысалы, Ютубтан өшірсін, мен қазір көрем. Ютубқа да шығып кеткен. Кемпір екенімді келіп көрсін осында. Менің жасыма жетсін, 31 жасқа келіп жетсін. Қазір мен Ютубта ашып қарайым, әлі тұрған шығар ол видео. Ютубта ашып көрейін деп жатырмын. Ютубта әлі бар. Давайте қолдарынан келсе Ютубтан өшіріп тастаңдар. Мына жерде отқан шығар, Дамира да Абылай да қарап отырған шығар. Ютубтан менің видеомды алып тастасын. Болмаса басқаша. Ютубтан да басқаша мен шара қолданам. Ертең заявлениені и так та жазам. Жерде жазып жатырма, мен көрмей қалдым. Себебі өте көп, мен өйткені Абылайды төмен түсіргім келмейді айтып, өйткені ол ішінде қалады, ешкімге ешнәрсе айтпаймын. Бірақ шет жағасын айттым. Қазір мен көріп алайын. Алла сабыр бере көр.
отырса да басқа нәрсемен отырса да Абылай мен Дамира қарап отырған шығар қазір, иә. Мен баратын жерге барам. Сторисімді қарасаңыздар да статья бар. Қаяққа кетті? Ой, шықпай кеткен несі. Сразу мен көрсетемін сіздерге. Қайқа кетті? Көрмегендеріңіз де бар шығар. Неге шықпай жатыр ғой, блин. Не деп жазсам болады? Мен на телефоннан көргем ғой негізі. Ютубтан осы прямойда отырған телефонмен көргем. Алла Абылайдың айтын мұсындар дейді. Осындай кезде шықпай қалады да. Неден ақ көрсете салайыншы. Мен жаңа инстаграмда менің фан парақшамды салып қойыпты ғой. Көрсетейін сіздерге. Мына. Облысымен салыстырмаңыздар. Мен досымын жай ғана болды. Айналдырып келеді, кемпірмен салыстыра береді. Ол кім? 30-дан асқан әйел. Ал мен 20-дан енді астым. Мені облысымен салыстырмаңыздар. Ютубтан алып тастапты ма? Хайп керек болған ғой, сол Абылайға хайп керек болған. Құба жатсың деп мен басым ауырып тұр кәдімгідей. Мен де жаңа жымет бұрын көрдім, тіркелін Абылай не надо обновить. Мен Абылайды былай не аптқан жоқ. Неге? Олар мені қозғайды, әңгіме қылады, прямой эфирде отырып алып. Мен ол жерде жоқпын ғой. Ойнатсын, кефін ойнатсын. Өз жөндерімен жүрмеймін адамдар деген. Мен оларға зиянын тиіп атқан жоқ қой. Мақұл екен сөйлесіп жүр екен, қызбен жігіт болып сөйлесіп жүр екен, мақұл. Мен оларға ойбай сен, Абылай сен сөйлесіп жүр екенсің ғой, болмаса Дамираға сындап, Дамира сен Абылаймен сөйлесіп жүр екенсің ғой. Не үшін ажыраса салысымен сөйлесіп жүрсің ғой деп. Мен оларға шыққан жоқпын ғой. Оларға сөйлесуге де даже мен нем бармайды, даже историяларында көрмеймін, қарағым да келмейді мысалы. Мен Дамираның сестренкасымын, туған. Абылай хайп ұстады дейді. Туған сестренкасы болсаңыз, айтайын. Дамираға сәлем айтып барыңыз. Қазір кешке мен өзімен, Дамираның өзімен сөйлесетін болам. Және ертең барлығын шешетін болам. Бұл дүниенің барлығын ютубтан да тұр видеосы, менің инстаграмымда да тұр видеосы. Барлығын көзінше доказательством бар. Ютубта Абылай болсын деп істесеңіз, мен солай істегенде шықты дейді. Заңда ажырастың ба дейді. Заңда ажырасатында біз некеге қидырған жоқпыз. Некеге барған жоқпыз. Я мақұл ЗАГСке тұрмайық, некемізді қидыра тұрайық деп мен оған попросить еткем. Бірақ сол даже мешітке де некемізді қидырған жоқпыз. Қосылайық та неке куәлігін берді. Өйткені ол жерде қол қойдық. Ол жердегі қол қойғанымыз біз соңға барып қол қоюымыз керек еді. Ол барған жоқпыз, қол қойылған жоқпыз, заңды түрде біз ерлі зайыпты болған жоқпыз.
осыны мені жамандауға хақысы бар да, ал мен оларды бұлай айтуға хақым жоқ па сонда? Мен әйел екен деп мақұл көшеде әйел екен деп, бұл момын екен деп мен басына беру керек па? Мен көшеде бүйтіп жатқан жоқпын. Арағымды ішіп жатқан жоқпын. Жұмыс істемей ақша таппай жатқан жоқпын. Аллаға шүкір. Мен ұлым мен қызымды жетілдіру үшін жақсы жерде оқысын, жақсы жерде оқысын, ертең өскеннен кейін бармағымды тістеп қалмайын, болмаса бала-шағам бармағын тістеп қалмасын. Мама осындай болмады ғой демесін деп мен самсаны да сатып жүрмін, күнделікті тәттілерін алып жейді ғой деп тәттілерін де сатып жүрмін. Маған олар кімдер? Мен олардан ақша сұрап жүрген жоқпын. Мен оларды жамандап жүрген жоқпын. Көрді, Шымкентке барды, танысты, досымын деп қояды. Дос қызым деп қояды. Қалай дос қызына әйше Шымкентке барады танысуға, Шымкентке мысалы. Сол қыз Шымкентке дос қызына бола бармайды, достар. Ол қызы, значит. Артымнан ғайбат айтқандарыңыз үшін тек Аллаға тапсырдым. Мен екіқабат емеспін. Мен Мұсамен қоспаңыздар. Мұса менің только інім. Мені көрдіңіздер ма? Дамирадан кешке өзін сұрайтын болам. Мен көрдің ба Мұсамен? Ұстап алдың ба? Давай доказать етші. Мен аяғым екіқабат бекем, или екіқабат болып Мұсадан туайын деп жатырмын екем деп. Мен оған доказаттың бәрін істеткізем. Кемпір дейтін де сен маған кімсің? Мен сені танымаймын. Танығым да келмейді негізі Дамираны. Бірақ кешкісін сөйлесетін болам. Мен қазір давлением шынымен көтеріп тұр. Маған бірдеңе болатын болса, Абылай мен осы Дамира кінәлі. Менде мысалы Абылайдың не деген голосовой сообщениялары бар, даже видеолары бар. Осы үйге келген видеоларына шейін бар, және де голосовой мен туралы не деп айтқан оқырмандарына бәрінің голосовойы бар. Эфирге өзін андай жақсы жағынан көрсеткісі келеді да, ал былай мен жамандайды екен еркек басымен оқырмандарына солай голосовой жіберу ұят емес па? Еркек басымен. Менде ол голосовойдың бәрі бар. Мен шығаратын болсам соның бәрін шығаратын едім. Мен просто бір өзім үй ішімді бала-шағамды асырап жатқаннан кейін, еркектің орнына еркек болып отырғаннан кейін, әйелдің орнына әйел болып отырғаннан кейін, мен олай ішін жерге түсіп төмен әңгіме айтқым келмейді.